Сөз депутат Байқадамов Наурызбай Сейіткалиұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы жылғы 28 қаңтардағы үкіметтің кеңейтілген отырысында қазіргі геосаяси жағдай көршілермен, атап айтқанда Орталық Азия және Евразиялық экономикалық одақ елдерімен ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеруді қажет етеді. Бұл аймақтың бәсекеге қабілетін күшейтеді. Үкімет, өнеркәсіп, көлік және логистика, IT сектор, агроөнеркәсіп кешені және басқа да салалардағы өзара тиімді байланыстар бойынша нақты шаралар әзірлеу керек деген болатын. Осы тұрғыдан келгенде, Қазақстан Республикасы мен көршілес Өзбекстан Республикасы арасындағы саяси экономикалық, мәдени тығыз қарым-қатынасының жаңа кезеңдегі жағдайында Қызылорда облысынан Өзбекстан Республикасының шекарасына дейін автомобиль жолы салу қажеттілігі туындауда. Бұл ұсыныс тұрғындармен кездесуде үнемі көтеріліп келеді. Өзбекстан аумағында тұратын қазақтарға диаспора емес, шетелдегі автохтонды индигенді тұрғындар ұғымы барынша сәйкес келетіндіктен, екі халықтың тарихи және аумақты жақындығының маңызы арта түседі. Орта Азиялық Қосөзен, Амудария мен Сырдарияның төменгі бойындағы халықтар ежелден батыс пен шығысты, теріскей мен күнгейді байланыстыра отырып, өзіндік өркениеттің ізін қалыптастырған. Яғни тарихи ізі бар қазақ-өзбектің өзара әрекеттестігі Орталық Азияға барынша тиімді әсер еткен. Соның ізімен Жібек жолы, Ферғана, Сырдария дәлізі трансұлттық номинациясы бойынша Қырғыз, Тәжікстан, Өзбекстан, Қазақстан елдерінің тарихи мәдени мұра объектілерін ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізу жоспарлануда. Қазақстаннан, оның ішінде Қызылордадан, Жанкент, Жетасар кешені, Сығанақ ескерткіштеріне қарасты өркениет іздері де кіреді және өзара туризмді дамытуға жаңа серпін береді. Халықаралық маңызы бар Батыс Қытай, Батыс Европа автомобиль магистралынан бастап алып, Қызылорда қаласы арқылы Өзбекстан Республикасының Көкаяз елді мекеніне дейін ұзындығы 179 км, екінші санаттағы автомобиль жолын салу осы мәселелердің оңтайлы шешілуінің бірден бір жолы. Көкаяз арқылы Үшқұдыққа тікелей байланыс орнайды. Сонда Қызылорда Үшқұдық ара қашықтығы 355 км құрайтын болады. Бүгінгі күні екі елдің ағайындары 1330 км арқылы қатынасуда. Қатынас жолы 1000 шақырымға жуық қысқарады. Алдағы уақытта Қызылорда Жезқазған трассасы арқылы Астана қаласына, солтүстік, шығыс облыстарға, көрші аймақтарына тікелей шығуға жол ашылады. Қызылорда қаласындағы жаңа әуежай мүмкіндігін әуе жүк тасымалын күшейтуге барынша пайдалануға болады. Бұлар өз тарапынан Қазақстанның логистикалық мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану туралы мақсаттарымызды жүзеге асыруға батыл қадам болар еді. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, тез арада Өзбекстан тарапынан басқа мемлекеттер арқылы қатынас жолдар игерілмей тұрғанда, Үшқұдық Қызылорда бағытындағы автомобиль жолы жобасын іске асыруды қолға алу керек деп санаймыз. Әйтпесе жаһандану кезіндегі бәсекелестіктің ширығып тұрған заманында кейін қаламыз. Автомобиль жолы құрылысының болжамдық құны шамамен 125,3 миллиард теңгені құрайтын болады. Депутаттық сауалды қарау нәтижелері бойынша заңда белгіленген мерзімде жауап берулеріңізді сұраймыз. Құрметпен депутаттар, Байқадамов Рүстем. Рахмет.